Ассалаумағалейкум түлектер, бүгін біз адам жасына байланысты есепті шығаратын боламыз. Есеп күрделі болып көрінеді, сөзі көп, саны көп, бірақ видеоны соңына дейін қарап шықсаң, саған бұл есеп өте оңай болып қалады. Ал кеттік. Мұрат анасы екеуі туған күнін бір күнде тойлайды. Бүгін анасының жасы ұлының жасынан 11 есе үлкен. Бірақ 6 жыл өткен соң анасының жасы одан 5 есе үлкен болады. Ал бүгіннен бастап 16 жылдан кейін 3 есе үлкен болады. Бүгіннен бастап 36 жыл өткенде анасының жасы одан 2 есе үлкен болады. Бүгін Марат нешеге толып жатыр? Бұл есепті шығарудың екі тәсілі бар. Яғни біріншісі теңдеу құру арқылы, екіншісі жауап арқылы шығару. Енді қарайық. Егерде біз Мұратты және анасын алайық. Анасы бар бізде, және Мұрат бар, яғни Мұрат оның ұлы ғой, ұлы деп алайық. Енді қараңыз, бүгін анасының жасы ұлының жасынан 11 есе үлкен. Яғни ұлының жасын біз білмейміз, яғни ұлының жасын сұрап жатыр. Біз X деп алатын болсақ, оның анасы одан 11 есе үлкен. Мысалға, менің жасым 1-де болады, 2-де болатын болса, мысалы 2-де болатын болса, менің анам менен 11 есе үлкен болатын болса, оның жасы қаншада болады? Әрине, оңай таба саласыздар. 11-де 2-ге көбейтесіздер, 22-де деп аласыздар, иә? Сол секілді, егерде ұлдың жасы X-де болатын болса, яғни бөпенің, баланың жасы X-де болатын болса, анасы одан 11 есе үлкен деп тұрғасы, міне есе үлкен болып тұрғасы. Осы X-ге көбейтесіз, яғни 11 көбейтілген X, 11X болады анасы. 6 жыл өткен соң дейді. 6 жыл өткен соң, яғни анасы жасы 11X болып тұр ғой. Ол да 6 жасқа ұлғаяды жасы. Ұлының да жасы X болғасын 6 жасқа ұлғаяды. 6 жылдан кейін, мысалы сіз қазір 16-да болсаңыз, мен 30-да болсам, 6 жылдан кейін мен 36-ға толсам, сіз 22-ге толасыз. Яғни сізде, менде 6 жылдан кейін жастарымыз өзгереді деген. Сондықтан біз екеуіне де 6 жылды қостық. Анасының жасы 6 жыл өткен соң 5 есе үлкен болады. Яғни анасының жасы 5 есе үлкен болатын болса, яғни мен ұлдың жасына 5-ті көбейтсем, анасының жасымен теңеседі деген сөз. Теңдеуді осылай құрып аламыз. Ал қалғаны, бүгіннен бастап 16 жыл 3 есе үлкен болады деген бізге қажет емес. Бұлардың барлығы бізге керек емес. Сонымен осы теңдеу ғана жетеді. Алғашқы айтқан мәлімет жетеді. Енді бұл есеп шығаратын болсақ, 11X қосылған 6 тең болады. Жақшаның ішін ашамыз, яғни жақшаның сыртында тұрған санды, яғни 5-ті жақшаның ішіндегі әрбір санға көбейтемін. 5 көбейтілген X 5X болады, ал 5-ті 6-ға көбейтсем 30 болады. Жинақтайық. 11X азайту 5X, яғни 5X қайдан азайтылды десе, мына жақта 5X тұр. Сол екінші жаққа ауысқанда минус 5X болып тамбасына ауыстырады. Тең болады. 30 плюс 30 орында тұра берді. Мына жақта плюс 6 орын ауыстырғанымен не болады? Минус 6 болады. Сонда 30-дан 6 азайтсақ 24, 11-ден 5X азайтсақ 6X болады. X нешеге тең деген? 4-ке. Ал біз X деп басында кімді алдық? Кімді алдық десене? Бұл бізде ұлын, яғни Мұратты алдық. Мұрат нешеде екен? 4-те екен. Осылай міне теңдеу арқылы шығарамыз. Енді жауап қуу арқылы қалай шығарамыз? Мысалы, 4 расымен дұрыс па екен қарайық. Егер анасы бар, осылай кейіпкерлер жазып аласыз, ұлы бар. Егер анасы ұлы 4-те болатын болса, анасы одан 11 есе үлкен болатын болса, анасы 44-те деген сөз дұрыс па? Енді 6 жыл өткен соң анасы 50-ге толады, ұлы 10-ға толады. Арасы не болады? 5 есе үлкен болып жатыр. 50-ді 10-ға бөлсем 5 шығады. Шынымен де 5 есе үлкен. Ал мына сөзімізді алайық, 16 жылдан кейін дейді. 16 жылдан кейін қазір бұл кісі 66-ға толады 16 жылдан кейін, ал мына кісі 26-ға толады. 3 есе үлкен бола ма? Жоқ, 16 жыл дегенде мынаған 16 қосасың. Қате қосып қойдым мына жерде. 44-ке қосасыздар. Мынаны алып тастайық. Бүгіннен бастап деп жатыр ғой. Бүгіннен бастап санасақ, онда 16 жыл өтсе, мынау бізде нешеде болады? 60-та болады, ал мынау 16 жылдан кейін 20-да болады. Аралары 3 есе болып қалды. Жарайды. Бұл дұрыс болып шықты. Үшіншісі не деп жатыр? 36 жыл өткен. Яғни 60-ты алып тастайық мына жердегі 60 пен 20-ны. Енді 36 жыл деген ол 80-де, анасы 80-де болады, баласы 40-та болады. Екеуінің арасы не болып қалды? 2 есе үлкен болып қалды. Біздің есептің шартына сәйкес келіп тұр. Значит, Мұрат 4-те деп есепті белгілей қоясыздар.